Өкінішке қарай Аламанға келген кезде 90% технологиядан мүлде бейхабар. Біз қазақ дейді. Өзге жұрттан қалып қалған жұртпыз. Айналаңа қоғамның дамуына қарады. Бай болу үшін кәсіп істеу керек. Кәсіпкер заман талабына сай болу үшін не істеу керек? Ол үшін енді қазақтың қарапайым даналық сөздері бар да. Заманың түлкі болса, тазы боп шал дейді. Заманына қарай адамы дейді. Бөркіңді заманыңа қарап ки дейді. Осы сияқты мақалдардың түп тамырында не жатыр десе, заман ағымы қайда кетіп бара жатыр. Айналаңа қоғамның дамуына қарады, соған қарай тіршілік істе, соған қарай білім ал деген сөз ғой. Бұрын айтатын, 50 жылда ел жаңа, 100 жыл қазан деп. Қазір 50 жылда емес, тіпті 5 жылда емес, тіпті 1 жылда емес, кейде 50 күннің ішінде өмір өзгеріп жатыр. Техника, технология деген керемет дамып жатыр. Оған тоқтау жоқ. Қай салада болсын. Ол спортта болсын, музыкада болсын, ғылым, биология, зоология, технология, білім беру саласында болсын. Жаңалықтар күн санап ашылып жатыр, қарыштап біз дамып жатырмыз. Мына тұрған комбайн Нива деген, бұл тозған, ескірген. Бұл комбайнмен егін шапқан кезде егіннің көптеген бөлігі, біраз бөлігі жерде қалады. Еңбек өнімділігі төмен, сапасы да төмен. Енді не істеу керек? Амалсыз жаңа техниканы алу керек. Бизнесте дәл сол сияқты. Қазір бизнесте аяқпен жүріп істеу, қолмен жүріп істеу деген ол өгіз арбаның заманы. Бір жерден киоск ашу, бәсекелестерді аралап жүріп зерттеу. Бұл мүлде тас ғасыры. Өкінішке қарай Аламанға келген кезде 90% жаңа техникадан, технологиядан мүлде бейхабар. Кәсіппен айналыссам дейді. Әрине Қазақстанда әлі бәсекелестік сондай дамып қойған жоқ. Сондықтан ол кәсіпкерлер қазір бірдемесін істеп, бірдемені тауып жүр. Бірақ заман орнында тұрып жатқан жоқ. Орыс тілді, ағылшын тілді біздің қандастарымыз, және басқа ұлттар, кәрістер, орыстар, еврейлер жаңа техниканы, технологияны меңгеріп жатыр. Ол жабайы, қара дұрысын істеп жүрген адамдарға мүмкіншілік қалдырмайды. Оларға табыс тапқызбайды ертең. Ақшаның бәрін солар табады. Мысалы, Яндекс такси келді, жүздеген, мыңдаған мәшинесі бар таксопарктерді бір күнде банкрот қылды. Жаяу келе жатқанның адамның қасынан көлікпен, мәшинемен қалай өте шығады, дәл солай өте шықты, шаң қаптырып. Егер осы кәсіппен айналысып жүргенде шаң қауып, өкпең өшіп далада қалмасын десе, заманауи техниканы, технологияны меңгеру керек. Біз соның ішіндегі ең керегін, ең қажеттісін кәсіпкерлерге 8-ін таңдап алдық та, осы 60 күн Аламан бизнес бастауда соны үйретеміз. Бірінші техника, ол сала таңдау техникасы, технологиясы. Оның да кәдімгідей мына жаңа заман технологияларын пайдаланып, тез уақытта, бір аптаның ішінде қолыңнан келетін өзіңнің бейімділігің бар. Сұранысқа ие, адамдар ақша төлеуге дайын. Пайдасы жақсы, мол, кемінде миллион теңгеден жоғары қарай пайда табатын. Және де масштабталатын төртіншісі. Яғни көлемін жыл сайын өсіріп отыратын. Биыл миллион болса, келесі жыл 3 миллион, 10 миллион ары қарай дами беретін. Және де тез басталып кететін. Бір-ақ аптада бастап кететін. Ары кеткенде 2 аптада бастап кететін. Және де мүлде аз ақшамен, бір 20-30 мың теңгемен бастап кететін. Осы 6 шартқа сай келетін кәсіпті таңдап алу, бұл техника, технологияны көмегімен жасалады. Осыны үйретеміз. Екіншісі, клиент әкелу, сұранысты білу. Сұранысты білу, оның кейін клиент әкелу. Сұранысты білу үшін сен жақсы офер, яғни жақсы жарнама, адамдар бас тарта алмайтын керемет жарнама жасауды үйрену. Оның да техника, заманауи технологиялар бар. 4U технологиясы, сонан кейін Pain, Mopain, Solution деген технология, AIDA деген технология, осындай заманауи технологиялар бар.
олардың саны бір 20-30-ға асып жығылады. Соның ең қажеттілісін үйретеміз. Офер жазудың ең төте қарапайым жолын ананы жарнамаңды бір сайттан, инстаграмнан, тағы бір жерден көрген кезде адамның бірден назарын жаулап алатын жарнама жазу. Екінші технология. Үшінші технология ол мына әлеуметтік желіде көк тиын ақша төлемей ақ, жарнамаға ақша құртпай ақ клиент әкелу. Ол әлеуметтік желі. Сен қазір инстаграмда, ютубта біреудің не істеп, не қойғанын шұқылап отырсаң, қарап отырсаң, енді басқа адамдар сені қызықтау керек. Соны қалай жасау керек? Мына тіркелушілерді, жазылушыларды, подписчиктер дейді. Соларды көбейту және солардың назарын жаулап алу. Ол да заманауи технология. Әлеуметтік желі ол технология. Осыны қолдану. Үшіншісі сату өнері. Енді сату өнері адамдар бірдеңкені істеп, осыдан тас ғасырдан артық дүниесін біреуге сатып алмаса бастаған кезде пайда болған, бірақ заманауи технологиялар бар. Ол немене дегенде, ол скриптті жазу. Алдын ала алушының күмәнін сейілту. Және CRM система деген бар. Customer Relationship Management дейді, CRM система. Ол бір күнде 100-500 адам, 1000 адам хабарласқан кезде, соларды реттеп, кімнің не айтқанын, қандай күмән айтқанын, қандай жауап бергенін, 3 күннен кейін хабарлас деді ма, 1 күннен кейін хабарлас деді ма, ойланам деді ма, ақшам жоқ деді ма, соларды реттеп, сенің алдыңа шығарып беріп отыратын жүйе. Ол комбайн десе болады. Орақпен шөп шабуға болады, комбайнмен шөп шабуға болады. Телефонмен сөйлесіп бір жерге жазып қою ол орақ, ал CRM система комбайн. Төртіншісі комбайн. CRM система, сату өнері. Бесіншісі сайт жасау. Сайт деген ол сіздің дүкеніңіз. Бұрын киоск, үлкен бір дүкен ашатын болса, оған бір күнде қанша адам? 50 адам, 100 адам, 200 адам кіруі мүмкін. Ал сайтқа бір дегенде 1000 адам, тіпті 10 мың, 100 мың адам кіргізуге болады. Және ол сіз тұратын жерде ғана емес, Қазақстанның, тіпті әлемнің кез келген бұрышынан көріп, сол жерден бір-екі минуттың ішінде толық ақпарат алып, шешім қабылдауға көмектесетін құрал. Былайша айтқан кезде, сіз трактормен жер жыртасыз. Күрекпен емес, трактормен 100 гектар, 1000 гектар жер жыртып тастауға болады. Сайт жасау. Бесінші, алтыншы құрал, ол таргетинг. Ана Facebook, Instagram сияқты әлеуметтік желі арқылы таргетинг деген қазақша дәлдеу, нысанаға дәл тигізу, ондыққа. Сіздің клиентіңіз Ақтауда ма, Шығыс Қазақстанда отыр ма? Оңтүстік Қазақстан, Шымкент, Таразда отыр ма, жоқ? Батыс Қазақстанда ма? Ақтау, Атырауда отыр ма? Болмаса Петропавл, Қостанайда отыр ма? Айырмасы жоқ. Ол ауылда отыр ма? Тіпті қаланың қай ықшам ауданында отыр? Болмаса Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, тіпті әлемнің қай жерінде отыр? Дәл соның көзіне түсетін жарнама жасау, таргетинг дейді. Ол деген сөз комбайн. Бағана сайт деген жермен жер жырттыңыз, комбайнмен соған жерді егінді ектіңіз, шауып алдыңыз деген сөз. Бұл 6-шы құрал. Ал 7-ші құрал, ол мына сіздің қолыңыздағы телефон арқылы видео түсіру. Видеода адамның барлық сезім мүшесі жұмыс істейді. Көзбен көреді, құлағымен естиді және оқиды. Барлық сезім мүшелері анан түйсінеді. Сол кезде шешім қабылдауына әлдеқайда жеңіл болады. Видео түсіру қазір әлемдегі ең керемет бизнес құралына айналды. Бұрын әшейін кино көріп адамдар демалатын, қазір ол кәдімгі бизнес құралы. Сатылым әкелетін видео түсіру, оны монтаждау, оны әрлеу, оны YouTube-ға, Instagram-ға, басқа бір әлеуметтік желілерге, WhatsApp арқылы, Telegram арқылы тарату. Бұл ең соңғы заманауи құралдардың 7-шісі. Ал ең жойқын құрал, ең керемет құрал, ол автоворонка деген құрал. Ол чатбот деген құрал. Олар не дегенде, сіз демалып жатқан кезде, басқа бір шаруаны істеп жүрген кезде, әлемді аралап жүрген кезде, ұйықтап жатқан кезде жұмыс істеп жатыр. Ол бір дегенде 100 адам, 500 адам, 1000 адам, 10 мың адаммен сөйлесе береді. Тіпті миллион адаммен сөйлесе береді. Онымен сауда жасай береді, сұрағына жауап беріп, счетыңызды жіберіп, ақшасын қабылдай береді. Біздің үйрететініміз негізгі осы 8 құрал. Бұл заманауи құралдар. Мен бұл құралдар мәңгілік деп айта алмаймын.
Қазір жаңа құралдар шығып жатыр. Мысалы TikTok деген шықты жақында. Көбі менсінген жоқ, соның ішінде мен де менсінген жоқ болатын. Инстаграмда мен осыдан 3 жыл бұрын айтқам, ол немене ол? Жастардың ішкен жегенін, жүрген тұрғанын жариялап мақтанатын бір әлеуметтік желі деп басында менсінбей жүрдім. Артынан ұқтым, бұл ең соңғы заманауи құрал екен. Бизнес құрал екен, табыс әкелетін құрал екен. Сол сияқты қазір бір TikTok'ты меңгеріп жатырмыз. TikTok'тан кейін тағы да бір құрал шығады. Мына комбайндар ескірді, орнына керемет комбайндар шықты ғой. Ол да ескіреді. Бұрын 50 жылда ескіретін. Кейіннен 10 жылда ескіретін болды. Қазір 1 жылда ескіреді. Сондықтан заман ағымына ілесу үшін адам үнемі ізденісте болу керек. Өзінің саласында қандай жаңалықтар шықты әлемде. Ол үшін Құдайға шүкір Google бар, YouTube бар. Үнемі қарап отыру керек. Бәсекелестер не істеп жатыр, ресейліктер не істеп жатыр, украиндықтар не істеп жатыр, қытайлар, түріктер, американдықтар әсіресе не істеп жатыр, жапондар, кореецтер не істеп жатыр. Қандай бір жаңа технология ойлап тапты. Ойлап тапқаннан кейін бар ақшаңды, уақытыңды салып, соны меңгеріп алу керек та, қолдану керек. Құр біліп, қолданбаған білмегенмен бірдей. Білдің ба? Қолдан. Білдің ба? Қолдан. Сондықтан мен Ахмет Байтұрсын атамыздың бір кереметтей нақыл сөзімен аяқтағым келеді. Біз қазақ дейді. Өзге жұрттан қалып қалған жұртпыз. Ілгерілеп, ел қатарына қосылып, заманның ағымына ілесу үшін бізге 3 нәрсе керек дейді. Білім керек, байлық керек, және күш керек дейді. Білімді болу үшін оқу іздену керек. Бай болу үшін кәсіп істеу керек дейді. Ал күшті болу үшін бірлік керек. Осы 3 керектің жолында жұмыс істеу керек дейді. Сіздерге де айтатым сол, осы 3 керектің жолында жұмыс істейді. Қатарымыз алысқа кетіп қалды. Жастар, ұмтылайық қалыспай. Таңның атысы, күннің батысы, әрбір минутымызды, тіпті әрбір секундымызды мына өз білімімді қалай жетілдірем, қандай жаңа ақпарат алам, қалай өзіме, отбасыма, еліме пайдам тиеді деген сұрақты қойып, сол сұраққа жауап іздеп, соны өзімізді дамытуға, елімізді дамытуға арнайық. Сол кезде шынымен біз әлемдегі озық ұлттардың қатарына ілесеміз. Кешегі алаш ардақтылар армандаған, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын Мыржақыптар армандаған қазақтың тілін, салтын, дәстүрін сақтап, Европаның бүкіл ғылым мәдениетін меңгеріп, Жапония сияқты керемет мемлекет құрамыз. Әрбір күндерің білімге арнаңыздар, дендерің сау, істерің берекелі болғай.